Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бұл видео бізде өткен аптада тауға барамыз деп жиналып, керемет демалысымыз туралы болмақ. Видеоның соңына дейін көріңіздер, қайда қалай өткізгені туралы хабардар болатын боласыздар. Азық-түлікті супермаркеттен алып, ары қарай тауға қарай 5 машина болып шығып кеттік. Менің ата-анам, күйеуім мен енем, бауырларым, жезделерім, күйеу балам, келінім, бәріміз бірігіп 5 машина болып Ленгір тауларына қарай жол тарттық. Мен өзім за рулем болдым. Жолда неше түрлі жағдайлар болды. Сиырлардың отары өтіп бара жатты. Олардан да өттік аман-есен. Таудың ауасын жұту үшін 1-1,5 сағаттай жол жүрдік. Соған тұрарлықтай болды. Демалыс орнына келіп, жайғасудың өзі біраз уақыт алды. Бұл арнайы демалатын аймақ жасалынған. Біргөлік демалыс аймағына келдік. демалыс орындарында Енді орналасамыз. сафари деген демалыс орны бар екен. Сол жаққа барып, бүкіл отбасымызбен бала-шаға, жиендер, сіңлілер, інілер, бүкіл әулет болып, сол жерде керемет демалыс өткіздік. Енді бір сөзбен айту оңай емес, өйткені табиғатқа шыққан кезде ғана керемет сондай ауасын жұтқаннан кейін ғана түсінесің. Осындай демалыс орны өте әдемі безендірілген, ондай жүрекше бар. Кіргеннен бастап керемет музыка қойып қойған. Өзімізбен бірге алып келген заттарымыз бәрін өзімізбен бірге арқалап, бір арнайы бір тапшаны алып, кірудің өзі ақылы болды. Тапшаны алып, сол жерге орналастық. Балалар дереу бассейнге түсеміз деп дайындалып жатты. Киімдерін ауыстырып, баллончиктерін үрлеп алған, әкелері көмектесіп. Сосын біз тамақ дайындауға кірісіп кеттік. Барлық шикізаттарымыздың бәрін ашып, картошка, сәбіз, пияз бәрін ашып дайындап, дүмлама, яғни бұқтырма тамақ пісіретін болдық. Бұл бұқтырманы мен күйеуім пісірді, ал біз көмектестік. Сол аралықта тамақ піскенше шәй ішіп алайық деп, губканың шәйін дайындап, таза ауада ішкен шәй бәрібір ерекше, сондай дәмді болады. Тамаққа дейін осындай қара шәйнекпен, қара шәугіммен дәмді, керемет таза ауада шәй ішіп алдық. Арасында өзеннің суына жаңа алып келген көкөністерімізді, жемістерімізді жуып үлгердік. Айналамыздың бәрін шолу жасап, серуендеп қайттық. Бұл жерде тек қана серуендеп қана қоймай, бұл жерде футбол ойнауға болады екен, волейбол ойнауға болады екен. Балалар бассейнге шомылуға барды. Өзім бассейнге түспесем де, балаларды қадағалап, солардың қауіпсіздігімен айналыстым. Бассейннің суы салқындау болғанмен балаларға тез үйреніп кетті. Бассейн бірақ суы өте таза, мөлдір. Балаларға ұнады. Таңертеңнен кешке дейін сол бассейннен шықпады ғой балаларымыз. Бірақ қауіпсіздік ережесін міндетті түрде сақтау керек екен. Соң мұқият болып, сол балаларға қараумен әлек болдық. Одан кейін мынандай пейзажға арнайы суретке түсіруге, видеоға түсіруге болатын осындай керемет жерлер бар екен. Керемет табиғатта осындай көріністі тамашалаудың өзі бір ғанибет. Алла тағаланың бізге берген бір нығметінің бірі. Сонымен қатар мына жерде тауыс құсын арнайы торға отырғызып қойыпты. Сондай керемет, әдемі, көздің жауын алатын, қарап отыра бергім келеді түріне қарап. Бірақ ары қарай жылжуымыз керек болды. Қыздардың суға шомылғандарына қап-қара болғанша шомылды, күнге күйгенше нағыз загар алды. Детокста ауырмайтын болады. Сонымен қатар неше түрлі әткеншектер бар екен. Бала-шақа саяхат жасадық.
скетчектерге, үлкендерге де арналган, кишилерге де арналган скетчектерге отуруп тербетилип, балалар менен бирге керемет, жакшы, пайдалуу дем алыс өткөздүк. Осулай жүрген кезде өзүмүздүн негизи жылына бир рет ошол жазгы дем алыстарда дем алып турган өтө дурус, пайдалуу, тауга чыгып жиі чыккан дурус. Бирок биз күйбөн тирчиликпен жумуш деп карбалашып жүрүп дем алысты унутуп кетебиз. Менин осы жазгы дем алысымдын пайдалуу да, ден соолукка да, өзүмө да, коомго да пайдалуу нерсеси осы дем алыста тауга чыкканым, таудун абасын сезип дем алып кайткандын өзү бир керемет болду. Әсиресе балаларга калаанын шуу менен ыстык кептелистеринде осундай тыныч, жанга жайлуу жерге барып дем алуу бир ганимет кой. Карап турсаңыз, бул жерде футбол ойноп жүр балалар, ал эми жигиттер, өзгө улуттун адамдары да дем алыста жүр экен. Азербайжандар менен казактар болуп бөлүнүп футбол ойноп, казактар жеңди. Биздин балалар да көрөрмөн болуп кастарында жүрдү. Таудун табигаты, мындай керемет пейзаждарда сүрөткө, видеого түстүк. Бассейнде шомулду балалар, үлкөндөр да бассейнде шомулду. Тамагыбыз да пишип калды ошол аралыкта. Буктурма тамагыбыз эми баардыгына толук жетти, өтө дамдуу. Табада пиширилген тамак өтө дамдуу, сыңымдуу болду. Ресторандан кем эмес, артык болмаса өтө дамдуу болду. Баарына да жетти. Дем алышыбыз керемет өттү. Сонун катар шашлык жедик. Одан кийин отбасыбыз менен баарыбыз биригип тауга жылына бир рет болсо да чыгабыз деп сондай чечимге келдик. Видеоmu unutsa лайк басып, каналыма тиркелип коюңуздар.